О, саламатсыз ба? Мынау қандай тағам? 5 бармақ па, 5 бармақ па, ет асу ма? Или жай етпен, нанмен салмау ма? Негізі бізде 5 Тапсаңыз 10 мың теңге беремін. Алматыда не деп айтады? Болмаса басқа қалаларда не деп айтады? Шымкент, Тараз, Талдықорған дейтіндерде. Ол жақ не деп айтады? Ну, біз жақта 5 бармақ дейді. Бес жақ қай жақ ол? Дұрыс па, точно ма? Қарасаңшы, 5 бармақ дейді, 5 бармақ дейді. Осындай бізде керемет. 5 бармақ бар, 5 бармақ бар, ет асу бар, ет салма бар. Жалпы айтқанда, полный айтайыншы, не деп айтады? Ну, білмеймін, таласады ғой енді. Біреусі ет асу дейді, біреусі 5 бармақ дейді. Ну, негізі былай өзім 5 бармақ деп атаймын. Точно ма? Но бізде ауылда ет деп айтады. Ет асамыз деп айтады. Құрметті достар, сіздер не деп айтасыздар? Комментарий жаза кетіңіздер. Сіздің жауабыңыз дұрыс болса, қазір мына жерден 20 мың теңге беремін. Серьезно? Иә. Мәзірден көрейік не деп жазылып тұрған, давай ма? Давайте. Сонда 20 мың теңге беремін, давай ма? Иә, осы біздің Мехнат деген шайхана. Ішінде мәзірден көреміз не деп жазылған екен, не? Жарай ма? Қош келдіңіз, қараңыз. Ашып көрейік, ал 5 бармақ па, 5 бармақ па? Сіздің айтқаныңыз дәл келсе, вот сізге осы 5 бармақты и қанша береміз білесіз ба? 20 мың. 20 мың теңге. Ал аш. Алдыңғы өтіңіз. Алдыңғы өтіп өтіңіз. Вот, қандай? 5 бармақ. Не деп айттыңыз сіз? Не деп айттыңыз? 5 бармақ дедім. Точно ма? Иә. Болды, алыңыз деді. 20 мың. Алыңыз. Ал енді шынайы дәмін көріп, бағасын берсеңіз. Қолмен өзім. Қолмен жеймін бе? Жайды, қазының етін алыңыз, майды ма етті алыңыз. Все, рахмет. Жоқ, сіз тіркелген болсаңыз, болды, үшірен үстінен 20 мың қосып тұрып. Бірақ білмеймін, жаным. Көресіңші. Бірінші шығып тұр ғой, походу келгенсіз. Ой. Все, болды. Тіркеле саңыз. За подписку. Міне 10 мың теңге және осы тамақ сізге. Достар, комментарий жаза кетіңіздер, сіздер жақта не деп айтады?